Баршаңызға сәлем. Бүгін жасайтынымыз етсіз орама немесе ханун. Ол үшін бізге керегі суға 1 шай қасық тұз саламыз және 2 ас қасық сұйық май құямыз. Араластырып, ұнымызға біртіндеп құямыз. Қамыр жасаймыз. Қамырымыз орташа қатты болу керек. Тығыздығы осындай. Бетін жауып, демалдырып қоямыз. Осы уақытта жасайтынымыз асқабақты үккіштен өткізіп, және сәбізді өткіземіз. Жуаны 2 ортасына бөліп тураймыз. Ең бірінші жуамызды 1-2 минут қатты қызып тұрған пеште қуырып аламыз. Содан кейін сәбізді саламыз. Содан кейін асқабақты тұз саламыз, 1 шай қасық төбесіз. Одан кейін қара бұрышты, қоспалардан орегано қостым және петрушка салдым. Жұмсарғанға дейін турамыз. Қамырымызды жаямыз. Одан кейін үстіне сұйық майды құямыз. Сұйық майымызды ақырындап әдемілеп 1 келкі қылып жаямыз. Үстіне жаңағы қуырылған салмамызды саламыз. Салмамызды жайып болғаннан кейін орамамызды орап мантоваркаға қатты қайнап тұрған суда шамамен 30-35 минут пісіреміз. Астарыңыз дәмді болсын.